Скажите, вот у нас сейчас очень новый учебный год начался, да, и у нас ежегодно поднимается вопрос ношения хиджаба в школах с детьми. То в одном регионе, то в другом регионе получаются скандалы. Вот школы говорят, что запрещено носить, родители против, в итоге страдают только дети, которые не получают образование. Вот позиция Дум какова на этот счет разрешать? Балаға жасалған кез келген қыз бала Аллаға сенген, ол орамалмен жүруін шариғат бізде міндеттеген. Сондықтан балаға жасалған қыз бала орамалмен жүру керек. Ол біз бұрында айттық, қазір де айтамыз. Яғни шариғат Бірақ біз зайырлы мемлекетте тұрамыз. Школа же запрещает. Біздің заңғы ең басты заңымыз конституция. Неге мектепте әлі хиджаб жаңағы орамал тағып жүреді? Сіз ойлаңыз, намаз оқитын қыз баласы, оның да құқығы бар ғой. Ол орамалмен жүргісі келеді. Оны не үшін тыйым салу керек? Ол намаз оқиды, Аллаға сенеді, балағат жасына толған. Ол оқушы емес пе? Жоқ, балағат жасына толған деп жатырмын. Балағат жасына толған кісінің. Сондықтан ол қыздарды да біз сыйлауымыз керек. Нет, давайте конкретно по школьникам. Хиджаб деген сөзге түсіріп керек. Орамал деп салуымызды біз әрқашан Қазақстан Республикасы басқа киетін әйел кісілердің бас киімін орамал, байлам, немесе біздің кимешек. Біздің әжелеріміз киген кимешектер. Сондықтан кимешекті біздің әжелеріміз киген, апаларымыз киген орамал. Мысалы, келіп түседі қазақ үйіне. Келінге біз орамал керек. Ответьте по школьницам. Сіз хиджаб деп сұрап қойдыңыз, мен ертең сіздің сұхбат, біздің берген сұхбатымыз халыққа шыққан кезде түсініксіз болмай қалу үшін мен кең жауап беріп жатырмын. Орамалға біз орамал деп айтамыз. Орамал деген ол мұсылман адамның, Аллаға сенген мұсылман адамның балағат жасына толған кезде киетін міндетті киімінің бірі. Егер мысалы бала мектеп жасында, балағат жасындағы балдар мектеп жасында оқитын болса, демек ол орамалын тартады, орамалмен мектепке барады. Ал енді мектептің ішіндегі біз әрқашан айтамыз, білім алу да парыз. Білімді тиіп қоймау керек. Біздің балдарымыз сауатсыз болып қалмау керек. Олар оқу керек, білімді болу керек. Бұл да қыздар. Өйткені пайғамбарымыз айтады, әрбір мұсылманға ер және әйелге білім алу парыз дейді. Сондықтан білім алу керек.